Бүгін біз корейше өсірілген соя салатын дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге өсірілген соядан 300 грамм қажет. Оны алдын ала қайнаған суда 5-6 минут қайнатып аламыз. Мен үстіне тағы да 1,5 уыс соя, өсірілген соядан салдым. Себебі соя қайнаған кезде біраз өз көлемін жоғалтып алады. Енді алдын ала пиязымыз бен сарымсағымызды жуып, осылай турап аламыз. Өсірілген соямыз қайнап дайын болды. Пиязымыздың жартысын алып, сірке суын қосып, сәл тұздап, біраз қысып, сығып, суын шығарып аламыз. Соямызға қосамыз. 1 шай қасық кориандр, кішкене тұз және 1 қасық құмшекер. Мен оны қант алмастырушы сорбетпен алмастырдым. Табамызды қыздырып, майымызды құйып, сұйық майымызды құйып, қалған жарты пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымызды біраз жақсылап қуырып алған соң, үстіне асты қызыл бұрыш пен паприка, тәтті қызыл бұрыш қосып, біраз қуырып аламыз. Өсірілген соямызға қосып, жақсылап араластырамыз. Соевый соус қоссаңыздар болады, бірақ мен соевый соус қосқанды ұнатпаймын. Сарымсағымызды, өткіштен өткен сарымсағымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз дайын. Енді әдемілеп тарелкамызға саламыз. Үстіне укроп, петрушка, әдемі зелень турап салсаңыздар болады. Мен кішкене райхана қосып әдеміледім. Астарыңыз дәмді болсын.